Данис Қуандықұлы Джомон Джинан Фуджейра Мастерс. Е4 С5 Сицилиян қорғанысы АТФ Д6 піл Б5 шах Москва варианты ат Д7 А4 АТФ6 АЦ3 Ж6 А5 піл Ж7 А6 сарбаз шеге деген лақабаты бар, немесе қосалқы өтетін сарбаз деп аталады. Рокировка ат Б8. Мына аттың мәселесін, мына сарбаздың мәселесін шешу. Сарбаз негізгі орталыққа қойды. Ат Ж4 және Е6 сарбаз шеге, екінші сарбаз шеге. Мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. Әрине бұлай алуға болмайды. Бұлай алатын болсаңыздар, онда АБ және мына турадан айырыласыздар. Ат H6 және D4 орталықты қопардық. Барлығы қараңыздар, басым бөлігі 7-ші және 8-ші қатарда орналасқан, бірақ қана фигура сахнаның сыртында тұр деген сияқты. Алдық және піл Ж5. Ақтардың белсенділігі айқын екені көрініп тұр. Мыналардың барлығы нашар орналасқан. Бұның барлығын сіздер көріп тұрсыздар. Уәзір С7 алдық және ат Д5. Енді Данис 12 жастағы бала ғой, сол себепті тек қана алға, өйткені жас кезінде осындай сондай албырт жастық дейді ғой, тек қана алға деген сияқты. Уәзір С5 шах және піл Е3. Тез арада мәселені шешіп тастаудың амалы кішкене сабыр жетіспейтін сияқты. Уәзір Б4 С3 алдық және алдық, уәзір Д4 шах. Бәрібір ойынның басында міндетті түрде фигурларды іске қосу керек, осыны ұмытпау керек. Сарбаз негізгі орталыққа қойды, уәзір Д6. Мына атпен, мына уәзірмен екеуі бірлесіп, бәрібір қара патшаға кәдімгідей қысым көрсетеді деген ойдамын. Уәзір Б6 шах Ж7 және уәзір Ж3. 0-11. Уәзір С5 тура А Е1 соңғы өзінің ойыншысын іске қосты. Мына атқа көмек көрсетіп жатыр. Алдық. Міне көріңіздер, мына жерде 0-0-3 болатын болса, мына жүрістен кейін 4-0-4 болады. Көріңіздер ме? Джомон Джинан 21 жастағы жігіт, фиде шебер екен. Бұл жерде бір нәрсені байқамай қалды. Ат Ж6 шах, бұлай уәзір H4 шах, бұлай және ат Ж5. Дәл қазір мынандай мат қойғымыз кеп тұр. Атпен және уәзірдің екеуінің өзара үйлесімділігін осындай кезде көрсеңіздер болады. Мына жерге дейін бәрі дұрыс болды. Бұл жерде қарсылас әрине пілді F6-ға қою керек еді. Мына Ж5-тегі торды бақылауға алу және мына Е7-дегі атқа шабуыл жасау. Бірақ ол қателесті. Уәзір С3 ат Ж6 шах, ат Ж5, амалсыз бұлай алдық және уәзір Ж7. Уәзір H4 жоқ, айырбастағысы кеп тұрған жоқ. Мәселені Миттельшпильдің ішінде аяқтап тастағысы кеп тұр. Бірақ бола ма екен? Піл F5 тура Е3 Филидор десімізге түсіреміз. 3-ші және 6-ші қатардың маңыздылығын. Е8 уәзір С4 шах. Тағда бірет. Джомон Джинан қателесті. Бұлай ат F7 шах. Алдық және тура Е8. Енді қалғаны аса қиын емес, себебі басымдық өте үлкен. Мынау енді қабаттасқан, қатарласқан сарбаздар керемет деп айта алмаймын. Патша Ж7 А1, мынаның қал жағдайын білейік деп тұр. Бұлай H3 өте сауатты ойын, өткені пілдің түсіне қарап сіздер деген жел көзді ашу керексіздер. С7 Е3 Ж4 патша Ж2. Ойынның соңында патшаның белсенділігі өте маңызды. Ақырындап алға қарай жылжып келе жатыр. Шах, лай, шах, Д1, шабуыл жасадық, алдық және мына сарбаз да оған аса қызығып тұрған жоқ. Мына пілге шабуыл жасап тұр. Енді кәсіби деңгейі мықты. Бұған таңғалудың қажет жоқ. Өте үлкен басымдық. Кім болса да Данис оны ұтып алады бұл жерде.